өзім үшін қандай жаңалық аштым. Ол қазақ қоғамының 18 ғасырдағы ішкі қайшылықтары мен отарлық қысымның қаншалықты ауыр болғанын бұрынғыдан да терең түсіндім. Сырым Датұлының тарихи рөлін көркем әдебиет арқылы толық сезіндім. Халықтың сол дәуірдегі психологиясын, билікке көзқарасын, ішкі алауыздықтың зардабын шынайы көрдім. Қазақтың шешендік дәстүрі, билердің сөз мәдениеті, халықтың бірлікке шақырып айтқан даналығы ерекше әсер қалдырды. Сол 18 ғасырдағы ішкі қайшылықтар, отарлық жағдайлар, отарлық қысымдар, ол осы романда өте айқын және терең білдіріледі. Сен персонаждың орнында, өзіңді персонаждың орнында сезінесің. Персонаж өткен күндерді өзің де өтіп жатқан сияқты боласың. Ол өте ауыр сезім және халыққа және ата-бабаларымызға аянышты сезім білдіреді, және де өте қайғылы және аянышты болды. Сол үшін бұл шығармамен қазіргі таңда барлық қазақ халқы танысуы тиіс. Өйткені отаршылдық қысым біздің ата-бабаларымыз өте ауыр өмір сүрді. Отаршылдық қазақ халқына көптеген тарих қалдырды. Ол тарихты, ауыр тарихты барлығымыз да білуіміз тиіс деп ойлаймын. Маған ұнаған үзінділерді оқып шығайын. Бірінші үзінді ол халықтың бөлінуінің зардабы. Бөлінгенді бөрі жер, жарылғанды жау алар деместен, жүздердің әрқайсысы жеке ханға мәз болды. Қарым қатынаста сиреп бара жатты. Екінші үзінді Сырымның түрмедегі тағдыры. Сырым Текенің тас түрмесінде терезесі темірмен Сырым Текенің тас түрмесінде терезесі темірмен шілтерленген қараңғы үйде табандатқан 4 ай жатқан. Үшінші үзінді ұлы жиын көрінісі, қара құрым халық айнала қоршап, боз төбенің басынан етегіне дейін қыбырланған кісіден көрінбей қалды. Мәтіндегі ұнаған үзінділер. Бірінші үзінді Сырымның түрмеде отырған сәті. Толық бұл эпизод шығарманың ең ауыр тұстарының бірі. Сырым Текенің тас түрмесінде 4 ай бойы қамауда отырады. Терезесі темір торланған, күн түсіп, жарық бермейтін суық дымқыл бөлме. Ол тек жанын емес, бүкіл халқының ауыр тағдырын сол қараңғылықта ой елегінен өткізеді. Ол елім неге күйреді, неге бөлінді, неге жау алдында әлсіредік деген сұрақтармен арпалысады. Сырым бұл жерде физикалық емес, рухани азапты көбірек бастан кешіреді. Жүрегінде қорқыныш жоқ, бірақ елі үшін
жан ауыртады. Бұл үзінді романның идеясын ұлттық қайсарлықтың сынбайтынын айқындайды. Екінші үзінді ұлы жиын өткен сәт. Бұл кітаптағы ең эпикалық көріністердің бірі. Жиын өтетін төбеге жан жақтан ағылған халық қара-құрым болып жиналады. Алаң толған адам халықтың тағдыры шешілмек. Ат тұяғының дүбірі, ер адамдардың қатулы жүздері, әйелдердің алаңдаулы көздері, бәрі тарихи ауыр сәтті сөздер еді. Бос төбенің өзі қара толқын адамнан көрінбей қалады. Сырым шығып сөйлегенде елдің тынысы тыйылып, айналаны үнсіздік басады. Оның әр сөзі халықтың жүрегіне қадалады. Ел бірлігі, рух, намыс туралы бұл көрініс шынайы халықтың сананың ояну сәті. Қазақтардың жерден айырылып, жайықтан ығыстырылуы романда қазақ халқының қасіреті өте әсерлі берілген. Елек пен жайық бойын ғасырлар бойы жайлаған қазақ рулары бір күнде өз жерлерінен қуылады. Жайылым қысқарады, көш жолдары жабылады. Қазақ-орыс отрядтары қазақ ауылдарын қоршап, малын айдап әкетіп, еркін жүрісті тоқтатады. Халық өз жерінде жат сезініп қалады. Бұл ұлттық трагедия болып саналады. Бұл үзінді атмосфера өте ауыр. Адамдардың шарасыздығы, ата қонысқа деген сағыныш, ашу мен реніш бәрі бар. Төртінші үзінді Тұрманбет бидің Сырымға айтқан өсиеті. Тұрманбет би Сырымға ақыл айтатын үлкен тұлға ретінде көрінеді. Ол Сырымға елдің бірлігі, сабыр, ақыл, ашуға берілмеу, дұшпанға алданбау туралы терең ойларын айтады. Тұрманбет биге тән сабырлылық, байсалдылық романда анық көрінеді. Ол Сырымды ерлікке емес, көрегендікке шақырады. Би үшін нағыз жеңіс. Қан төгіс емес, әділдік пен ынтымақ ол нағыз жеңіс. Бұл эпизод Сырымның рухани қалыптасуына қатты әсер етеді. Бесінші эпизод Сырымның халық алдындағы эмоциялық сөзі. Бұл тұста Сырым бүкіл халыққа қарата қатқыл, бірақ жүрекке жетер сөз айтады. Ол қазақтың неге әлсіреп бара жатқанын, ханның қай жерде қателескенін, рулардың алауыздылығын, сыртқы жаудың мықтылығын айтады. Сырымның дауысы дірілдемейді, бірақ сөзінде ауыр мұң бар. Оның айтпақ ойы: ел болып қалу өз қолымызда, бөлінсек жойыламыз. Бұл бүкіл романның идеялық шыңы болып табылады. Сырымның бұл сөздері романымыздағы ең басты сөздері болып табылады. Халықтың Сырымды батыр деп таныған сәті. Халық Сырымды батыр ретінде қабылдайтын арнайы көрініс бар. Ауыл ақсақалдары, әйелдер, жас жігіттер оның артынан еріп, бата беріп, оның жолына дұға жасайды. Сырым үндемей тұрады, бірақ көзінен елге деген жанашырлық, жауапкершілік сезіледі. Бұл эпизод Сырымның жеке адам емес, халықтық тұлғаға айналғанын көрсетеді. Кітап оқу кезінде қандай көңілде болдым. Роман өте ауыр және ауыр кезеңді суреттейтін. Оны оқып отырғанда менің сезімдерім уайым болды, күйзеліс болды, халық үшін жүрек ауыру болды, кейде ашу болды, және де үміт пен ең бастысы мақтаныш болды. Біздің қазақ халқына мақтаныш болды. Осы сезімдерді мен роман бойынша сездім. Сырымның ұсталған жерлері, халықтың басына түскен қасірет оқырманға қатты әсер етеді деп ойлаймын. Бірақ
сонымен бірге халықтың күш қайраты, батырлардың беріктігі жігерлендіреді. Бұл өте үлкен мотивация береді деп ойлаймын осы роман. Ол мотивацияны біз ата-бабаларымыздың рухынан аламыз. Ата-бабаларымыздың рухы сол қиын уақытта, сол уже үміт жоқ кезде рухымыз бәрібір түспейді. Одан да қиын уақытта рухымыз қатаяды. Қазақ халқы бір-біріне көмектеседі деген ойлар өте үлкен маған мотивация сезімін берді. Және де одан басқа мен аянышты сезімдерді және де уайым, халық үшін уайым сезімдері болды. Әрине өте қиын уақыт кезеңі болды, бірақ қазақ халқы өте мықты болып, осы романда өте мықты болып көрінеді. Осындай уақыттарды жеңе алу деген өте тарихи кітап оқу кезінде қандай көңілде болдым. Мен осы роман өте ауыр кезеңде өткенін, өте ауыр кезеңді суреттетін және осы романды оқып отқанда сол ауыр кезеңді сезе алдым. Және де менде уайым, күйзеліс, халық үшін жүрек ауыру, кейде ашу, кейде үміт пен мақтаныш сезімдері болды. Неліктен бұл кітапты достарыма ұсынар едім? Тарихты құрғақ дерек емес, өмір сүрген адамдардың тағдыры арқылы көрсетеді. Қазақ халқының азаттық жолындағы күресін терең түсінуге көмектеседі. Ұлттық бірлік, елдік мәселелер туралы ойлануға мәжбүрлейді. Көркем тілі бай, оқиғасы қызықты, образдары тірі роман болып көрінеді. Тарихи сананы қалыптастыратын өте маңызды шығарма. Өйткені бұл отаршылдық біздің тарихымызда өте қатты бағаланған. Автор туралы не білемін? Қажығали Мұхамбетқалиұлы, қазақтың көрнекті жазушысы, публицист, тарихи романдар жазуда үлкен ізденіспен жұмыс істеген қаламгер. Ең басында ол 1945 жылы дүниеге келген адам. Оқуынан кейін журналист жұмысында жұмыс істеген, және де тарихпен қызыға бастап, тарихи деректерді оқып, осы отаршылдық кезіндегі деректерді біліп, осы кітапты жазуға идеясы келген. Тар кезең оның көп жылдық архивтік зерттеулерінің жұмысы. Бұл өте үлкен зерттеушілік атқарған жұмыскер деп ойлаймын. 2012 жылы роман жеке кітап болып шыққан, 584 беттен тұрады. Және де Қазақстан Республикасының лауреаты болып бейнеленген кітап. Автор тарихи шындықты бұрмаламай көркем тілмен жеткізе алған. Өйткені ол журналист болған себептен осы кітапты көркем тілмен жаза алған. Елдік, отаншылдық, бірлік мәселелерін өз шығармаларының өзегіне айналдырған. Осы мен сұрақтарға жауаптарым толық деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Абелхай Ернар, тобым бейсенбі 12